Болашақ бағдарламасы бойынша батыс елдерінің бірінің беделді жоғарғы оқу орнынан білім алып келген бір жас жігіт үлкен компанияға менеджерлік қызметке кіргісі келіп сынақ тапсырыпты. Компания директоры жас жігіттің құжаттарымен танысып отырып, оқып жүрген кезіңде қандайда бір әлеуметтік көмек алып тұрдың ба? Жоқ. Әкең үнемі ақша жіберіп тұрған болар? Жоқ. Әкем менің 1 жасымда дүниеден қайтқан. Анам мені тәрбиеледі. Анаң не жұмыс істеуші еді? Өмір бойы үйден адамдардың киімін жуып беріп ақша табатын. Директор жас жігіттің кіршік тимеген ақ сазандай таза қолы мен саусақтарына қарап отырып, анаңа көмектесуші ме едің? Деп сұрайды. Жоқ, анам мені жақсы оқы, сабағыңа ғана қара деп жолатпайтын. Олай болса, сен бүгін үйлеріңе барып, анаңның қолын 1 рет жақсылап жуып беріп, ертең маған кел депті директор. Жас жігітте жұмысқа тұратын мүмкіндігім жоғары болды деген сеніммен қуанып, кешкілік анасына қолыңызды жуып берейін дегенде, анасы баласының бетіне таңырқап қараса да, ештеңе демей қолын ұсыныпты. Жігіт анасының қолын жуып, сүртіп, май жағып беріп тұрып, алғаш рет анасының қолының әжімінің көп екенін, жара, тыртықтармен толы екенін, қолының терісі әбден құрғап кеткенін көріп, көзі жасқа толыпты. Бұл 2 қол ғана мен үшін еңбек етіп, осы 2 қолдың арқасында ғана менің болашағым жасалды ғой деп ойлағанда, жүрегі аянышқа толып, сол күні анасына киімдер жуысып, әртүрлі ой ойлаумен, түнімен ұйықтай алмай, таңертең директорға барыпты. Жігіттің жылағанын, ісіп кеткен көзінен байқаған директор, кешке үйіңе барған соң не ұқтың? Анам болмаса, бүгін осы жерде осылай тұрмайтынымды түсіндім. Кеше анама көмектесіп тұрған кезімде адам мақсатына жету үшін қалай еңбек ету керектігін және қандай жағдайда да өзі туған отбасына көмек жасау керек екендігін түсіндім. Өте жақсы, тек қана ақшаны өмірінің мақсат етпей, адамдардың істеген еңбегін бағалай білетін, жігерлі, ойлы, жас қызметкер іздеп отыр едім. Енді саған сенетін боламын деп директор жігітті қызметке қабылдапты. Жас жігітте еңбек қорлығы, жақсы мінезімен, ұжымына абыройлы болып, компания жұмысы да өрге басыпты. Амантай Тойшыбайұлы. Оқыған Гүлбибі Әбусайылқызы.